Достар, бір апайымыз келіп осындай жаңағы ненің үстіне, сүйектің үстіне шыққан не нәрсе бұл ақсақал? Сүйектің үстіне шыққан сүйел деп айтуға болады. Сүйел, иә? Иә, сүйел деп айтуға Тері ішіне шыққан екен. Иә, сүйектің үстіне мынау. Оны былай болғанда албаты кестіру қажет емес. Оны қазақтың өзі былай емшілбесі, мен бұл кісіге айтып отырып, түкіріңізді жаға бер деп. Соныменен қайтады, қайтпай жатса, бір әкеп бер, дәрі жасап беріп, соныменен ол жоғалады. Еш уақытта апреске баруыңызға болмайды деп мен рұқсат бергем жоқ бұл кісіге. Ал енді мына бір ұсап бар ғой, бір соңғы. Осыдан былай қарай, мына шынтаққа дейін ауырады. Шынтаққа дейін ауырады. Тез талып қалады мына жерім, бір кішкене жұмыс істей бастады. Осының әсері ғой сондай. Сол талып болып жатыр ғой. Міне қазір сіз басқан кезде барлығына әсер етіп жатыр. Солай істеміз. Мынау сіңір немеді, жылқы не деп еді? Сіңір ғой, иә? Сіңірге де әсер ете ме, білмеймін. Осы жақтан түгел мына шынтаққа дейін барады. Енді міне жерде нервіңіз тұр. Мынау нерв. Соған әсер етеді ғой. Наверное, сол. Иә, сол нервіңаған әсер етеді. Бір түрлі мен тез талып кетеді мына буым. Бірдеңке істесем тез талып кетеді. Компьютермен жұмыс істесем. Көрдіңіздер қалай шығып кеткен, терінің ішіне шыққан сүйек секілді. Былай қарасаңыз қатты сүйек міне. Сыртынан қарасаң сүйек ұқсайды, бірақ сүйек емес, сіңір түйілген. Жақсы достар, міне өзіміздің қазақ ем бойынша бұл кісі өзі жаңа айтты, мен емдеуге болады екен. Сіздерге сабақ болсын деп достар, осындай нәрсені ескеріп жүріңіздер, операция жасауға болмайды дейді мынандай нәрсеге. Жақсы, сәттілік.